Қаздар қайтып барады. Тау іші, ен жайлау, ұшқан құс, жүгірген аңнан өзге тіршілік белгісі білінбейді. Жаз жәрмеңкесі тарқап, таулы өлкеге қоңыр көз қонақтаған. Аспанда, жерде сұп-сұр бұлт. Жапырақтар сарғайып, өсімдік атаулы күзгі ызғырық желге елбеңдей бас ұрып, тәубеге келген сопыдай күбірлейді. Тек қия жартастарды жарып шыққан қайсар қарағайлар ғана өңін бермей, тәкаппар басын тік ұстап, көкке шаншыла қарап тұр. Сай-саладан құлай ағып жатқан көк қасқа бұлақтар жаздағыдай шу салып, асып таспай, салқын сабырмен жуасып қана сырғиды. Малшауылдар бұл өңірден әлдеқашан арылып, етекке түсіп кеткен. Тегіс тепсең жерлерде, бұлақ бойларында жараның орындай болып, киіз үйлердің көшкен жұрттары көрінеді. Кеш батысымен ен жұртқа аш қасқырлар келіп, емін еркін тіміскілейді. Көш жолдарына, айналған мал ізіне түсіп, тұмсықтарын көтеріп, ұзақ-ұзақ қарап тұрады. Сүйек қажалап, тері терсек жүн жұрқаны жұлмалайды. Бұтаның арасында қалып қойған тоқты торымды іздеп сандалады. Жердегі жемтіктес досына қарайлап, көкте құзғын айналады. Жаздың шіліңгір ыстығында басынан бұлт кетпейтін етікші шыңы бұл күнде бозғылт мұнара оранған. Бұл тарбағатай сілемдерінің бір-бірімен ұшарласа келіп, күрт көтерілген тұса. Нардың жалғыз өркешіндей болып, көзге алыстан шалынады. Арғы бетке өтетін жолаушы қиында болса, көбінше осы шыңның желкесімен асатын. Өйткені өркеш-өркеш тауларға, терең құздар мен тентек өзендерге соқпай өтетін ең төте жол осы. Биік жалдың басында жыртық шаңдар да аз жүреді. Етікшінің жотасына шықсаң, таудың күнгейімен теріскейі табанының астында жатады. Жолға шыққанына 4-ші күн дегенде ұзын бойлы, қапсағай қара шал осы етікші асуының бір орқаш биігіне көтерілді. Бар салмағын таяғына салып, тізесі дірілдеп зорға жылжып келеді. Кеудесі сырылдап, өкпесі аузына тығылып, әлсін әлі тоқтап дем алады. Бірақ алдында көлденең сұлап жатып алған қырсық асудың төбесіне бір шықсам-ау деген арман қолтығынан демегендей, өрге қарай өршіге, өршелене қайта ұмтылады. Күн тас төбеге көтеріліп, ес кетіп, жан шыққанда асудың ұшар басына да жетті-ау. Қыр жалдың үстіне шыға келгенде, гүлдеп соққан қара боран жолаушыны ұшырып әкете жаздады. Таяғына сүйеніп, төрт тағандап әзер қалды. Күні бойы жеткізбей, діңкесін құртқан шыңға ерегісті ме, болмаса мұндай биікке үнемі көтеріле бермеспін деді ме, әйтеуір осы арада біраз аялдағысы келді. Аппақ шоқша сақалы желге желпілдеп, сығырайған кәрі көзімен айналаны шолып, қарт жалдың басында бірталай тұрып қалды. Салқын ызғар қамсауы жоқ, көні шекпеннен лезде өте шықты. Терлеп, жіпсіп келе жатыр еді, тұла бойын суық қармап сірестіре бастады. Ол шырқау биіктен жан жағына соңғы рет көз тастады да ілгері жүріп кетті. Бір тәуірі, ендігі бет алысы ара төмен еңісі екен. Ылдиға қарай құлдырап, тез төмендеді. Көк жалап, жытырланып алған сірі шоқайы киізден ұйысып жатып қалған бетегедей тайғанап, тоқтамаған соң жандармен отырағап, құйрығымен сырғанады. Жалаңаш жотадан төмен түсіп, қалың жынысты қойнауға жеткенде жел басылып, күн жылынайын деді. Қитығы құрығып, әбден қалжыраған қарттың бұдан әрі жүруге халы келмей, тәлтіректеп барды да, шоқ қайының түбіне қисая кетті. Арқасындағы қоржынын басына жастап, бір сәт сұлық жатты. Әйтеуір, қиын асудан өттім ғой деді, талмаусырап жатып.
Жолдың көбі кетіп, азы қалды. Құдай енді 2 күнді ғұмыр берсе, көздеген жеріме де жетіп жығылармын. Бір саматта басын көтерді. Күн төбеден ауып барады екен. Жаңағыда емес сергіп, тыңайып қалыпты. Тек тілі аузына сыймай, шөле кетіп барады. Әлдене есіне түскендей жалма-жан қоржынға қол созды. Қоржынның бір басынан кішкентай қатқан торсықты алып, шайқап көрбеді, бірдеме шылдырағандай болды. Құйып алып шыққан айраны бұдан 2 күн бұрын таусылған. Соған бері таңдайы жібітіп, талшықып келе жатқаны бір уыс балта. Қалтасында жүрген 5-6 ұртты торсықтың ішіне салып, үстіне кеше соң құйып алған. Онысы да бітуге айналыпты. Қоржынның екінші басынан сат таяғын алып, торсықты төңкеріп еді. Кішкентай ғана ақ мақтабы еді. Шалуға бірақ сіңіріп алды. Маңдайынан тер бұрқ етіп, көзі шырадай жанып, біраз әл жинағандай болды. Не де болса, осы арада бір жола тамақтана болайын деді ол. Қоржынынан бір уыстай ірімшікпен 2-3 жапырақ қатқан нанды алып жатып. Торсығымды суға енді бір толтырып алсам, ел шетіне жеткізеді ғой. Тастай боп қатып қалған қара нанның бір түйірін қажылап отырып, зорға жеді. Кебірленіп, өңішінен өтір емес. Шіркін, дүние-ай. Осындайда бір шәйнек шәй, не болмаса бір аяқ қымыз болар ме еді деп аңсады қарт. Кеңшілік кезде сол тамақтарды тойып ішіп көрдім бекем. Әй, тоймаған шығармын сірә. Қарт, жеуге жарайтын ештеге табылмас бекен дегендей, айналасына көз жіберді. Кенет, дәл бас жағында ғана өсіп тұрған бір түп долананы көрді. Бұл өңірде ең жай пісетін жеміс осы долананың басы. Өзге жемістер әлде қашан ағып кеткен. Қып-қызыл болып, уылжып тұрған долананың жидегі шалдың көзіне оттай басылды. Жалма-жан орнынан тұрып, үзіп жей бастады. Бір-екеуін таңдайына салып көріп еді, мұндай дәмді болар ма? Қаужаңдап, шөпектей сорып бір талайын жек қойды. Қалтасына да толтырып алды. Шөлі қанап, қунап қалды өзі. Өлмегенге өлі балық жолығады деген осы-ау, деді ішінен. Құдайдың өзі көмектесіп тұр ғой. Су ішерім бар шығар әлі де. Шал шүкіршілік етіп, мол дастарқан басынан тұрғандай көңілденіп кетті. Бата жасап, бетін сипады. Қалтасынан шақшасын алып қарап еді, Насыбай да таусылуға айналыпты. Қап, деді қарт. Бәрінен де мынау қиын болмаса егет. Алақанына Насыбайдың соңғы атымын салып алып, қимағандай біраз отырды да атып салды. Көңілі жайланып, алдағы жолдың жоспарын жасады. Шекараға дейін енді небәрі қозы көш жер қалды деді ол. Қарсы алдында жатқан аласа адырларға көз жіберіп. Көз барда мына күргей тастан өтіп, сызықтың бойына жақында болайын. Соның сан құдайың бұйырса, бүгін сәрсенбінің сәтіне қараңғы түсе арғы бетке өте шығармын. Бұл ойды ол тақ бір көрші ауылға қыдырып бара жатқандай жеп-жеңіл ойлап өтті. Бәрі де заңды, осылай болуға тиісті тәрізді. Қарт кесімі айнитын емес.